Бүгінгі дәрісіміз Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы. 10-шы дәріс. Мағжанның шығармашылық өмірбаяны, өлеңдері, эпикалық туындылары, Шолпанның күнәсі прозалық шығармасы жайлы айтатын боламыз. Арыстанмын айбатыма кім шыдар, жолбарыспын маған қарсы кім тұрар. Көкте бұлт, жерде желмен гулеген, жер еркесі желге қарсы кім тұрар. Бұл өлең жолдарынан ақынға тән өрлік, асқақтық сезіледі. Ақын өзіне өзі бағасын беріп кеткен десек те болады. Мағжанның өлеңдерінің эпикалық мәні деп айтсақ та болады. Бұнда жалпы Мағжан бірде келші күнім күн бетінде көрейін десе, бірде жет жұлдызым жылжып қана жібектей, жұлдызды жүзік айдал қағып берейін дейді. Бұл поэзия гармониясы, құдіретті эстетика тұғырына қонады, қасиетті музаға тіл қатады. Қысып сүйем құшағыма өлгенше, ол күледі, мен де салаң күлемін. Ол жылайды, мен де жас төгемін. Құшағымда жан тәнінен айырылып өледі ел, мен де бірге өлемін. Бұл Абай Шәкәрімнің құмарлық лирикасының жетілген бір түрі десек те болады. Мағжанның ақындық болмысы сұлулықты, әдемілікті жан жүрегімен сезе біледі. Сезіне білу барда, оны халыққа жеткізе білу бар. Сондықтан Мағжан суреткер ақын. Мысалы, сылдыр, 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 қанымды қайнатты құрғыр. Шық-шық жүрекке тиеді, күлпара талқан боп сыңғыр. Дыбыстан сурет туғызып тұр. Айналаң шолпы сылдырына толып кеткендей сезінесің. Оны кез келген өлең күмбірлеген күйге, нәзік әуенге толы. Мағжан жайында Жүсіпбек Аймауытов: Мағжан алдымен сыршыл ақын. Мағжан сөзінде тілге жұмсақ, жүрекке жылы тиетін үлбіреген нәзік әуез қазақтың бұрынғы ақындарында болған емес. Ол жүректің қобызын шерте біледі. Оның жүрегінен жас пен қан аралас шыққан тәтті сөздер өзгенің жүрегіне тәтті у себеді. Мағжан не жазса да сырлы, көркем, сәнді жазады. Оқушының жүрегіне әсер ете алмайтын құрғақ өлеңді, жабайы жырды Мағжаннан таба алмайсыз дейді. Сонымен қатар Мағжан еліктегіш ақын дейді. Мағжанның өлеңдерінің бетін ескілікке бұруда ақан сері Шәңгерейлер жинағында көрініс береді. Енді қазақтың ескі ақындарын, сонымен қатар жалпы Мағжан қазақтың ескі ақындарын дәріптейді. Қазақтың ескі заманын жырлайтыны сөзсіз. Оны біз поэмаларынан да көреміз. Ақын жайлы адам ретінде, ақын ретінде Мағжан қандай болған? Ол ешкімге ұқсамайтын өзгеше, аса талантты бір тум ақын. Оның өзіне ғана тән үні, таңғажайып әуенді жыры бар. Оның қайнар көзі халық поэзиясының тұңғиық тереңінде дейді Құдаш. Шерезін Елеукенов болса, Мағжан қазақтың ұлттық ақыны. Қазақ ұлтының қайткенде азаматтыққа қол жетеді деп көп ойлап армандаған ақын. Елдің қамына байланысты шығармашылығында ауа райы өзгеріп отырады дейді. Ал Сәбит Мұқанов болса, Абай ақылдың ақыны болса, ал Мағжан ақынның ақыны дейді. Мағжан поэмалары бұл Қорқыт, Қойлыбайдың қобызы, Батыр баян, Жүсіп, Өтірік ертек, 90-ның тобыры, Оқжетпестің қиясында ертегі. Мағжан нағыз романтик ретінде өмір, өлім, өнер, табиғат, махаббат жайындағы пікірі ерекше. Мағжанның поэмаларында мысалы Батыр баян поэмасы бұл тарихи дастан ретінде айтылады. Онда Батыр баян поэманың басты кейіпкері Ноян інісі, Құралай қалмақтың жауынгер қызы. Бұнда Абылай ханның да тұлғалық әлеуеті айқын көрініс береді. Шолпанның күнәсі әңгімесі. Жалпы Мағжанның шығармашылығында Шолпанның күнәсі әңгімесінің орны ерекше. Бұл 20-шы ғасырдың басында туған бір керемет психологиялық роман. Шолпанның күнәсі әңгімесі 1920 жыл Шолпан журналының 4-8 журналында жарияланған екен. Бұнда әңгіменің Шолпанның күнәсі деп аталуының өзіндік терең мән жатқандығын біз әңгімені оқу барысында түсінетін боламыз. Бұл жерде күнә ма деген ұғымдарды ажырату керек деген сияқты түсінік бар қазір әдебиетте. Мәшһүр Жүсіп даналығына сүйенсек, күнә жайлы кәф пен нон деген дүние бар. Осы дүниеден біз осы аражықты ажыратып алуымызға болады. Шолпан күнә жасаса да, кінә жасаса да, жасады ма деген сұрақ пайда болады да. Бұл енді сіздер сол әңгімені оқи отырып өзінде ой түйетін дүние. Жалпы Шерезін Елеукенов Шолпанның күнәсі әңгімесі сөз жоқ. Қазақ прозасының көркем дамуындағы ірі қадам. Батыр баян поэмасының қосқанда қазақ әдебиетінде психологизмнің соңғы дем бітірген деген керемет пікір қалдырған.